қазақ елі. Көлік жүргізушілердің қазір міне салық төлейтін уақыты келіп жатыр. Мына салық саясаты деген барып тұрған тонау. 4 көлемдегі көліктердің салығы жылына 15 МРП болса, 4-тен жоғары қарай 5-ке дейін 117 МРП бірден қымбаттайды. Айлық есептік көрсеткіш дейді. Ол деген мысалға бір жаңағы 4 объемдағы машине 100 мың теңгедей, 120 мың теңгедей төлесе, жаңа 4-тен жоғары қарай 5-ке дейінгі көліктер ар жағында 0,6 ғана көп болатын болса, сол 500 мыңнан астам ақша төлеп жатырмыз. Енді бұл барып тұрған әділетсіздік, себебі ешқандай негіз емес жоқ деп ойлаймын. Жалпы негізі салықты бензиннің ішіне кіргізу керек. Салық деген нәрсені алып тастау керек көлікке. Міне өздеріңіз көрсеңіздер болады, МРП 15 МРП, анау 117 МРП дейді. Көрініп тұр ма? Соңғы қандай енді ешқандай негіз емес жоқ, бірақ та бұл қанау барып тұрған әділетсіздік деп ойлаймын. Сондықтан да мынау жалпы көлік салығын алып тастау керек деп ойлаймыз. Осы мәселеге қосыламын, осы мәселені шешемін деген азаматтар болса, маған хабарласыңыздар. Телефон нөмірім 702-863-32-22. Осы мынау көлік салығы деген барып тұрған тонау, қараптан қарап 550 мың теңге. Не үшін төлеп отырған ешкім білмейді. Не дұрыс жол жоқ. Өздеріңіз білесіздер, көшенің бәрі шұрық-шұрық. Семей қаласының ішінде жүру мүмкін емес, бірақ салықты алып алады, бензинді қымбаттатады. Мысалға, өткен жылы бензин 210 теңге болатын болса, биыл 240 теңге болып кетті. 30 теңге қосылып кетті. Бензинді ол бір қымбаттатады, жаңағы көлік салығы одан тағы да қымбаттап жатыр. Келесі жылы жаңа 117 айлық есептік көрсеткіш, келесі жылы 130 МРП болып көбейтеді дейді. Сондықтан да бұл әділетсіздікті тоқтатуымыз керек. Осы мәселе бойынша бірігіп, осы мәселені шешейік қазақ елі. Қосыламын десеңіздер, хабарласыңыздар.